Ұйымдастырылған оқу қызметі сөйлеуді дамыту. Оқу қызметінің тақырыбы жолда абайла. Балақайлар, бүгін сендер жол түрлерімен, жол белгілерімен, жаяу жүргіншілерге арналған жол ережелерімен танысатын боласыңдар. Жол ерсілі-қарсылы адамдар мен көліктер жүретін, жүк таситын, құрлық бетіндегі қатынас жолдарының жалпы атауы. Ендеше жол түрлерін естеріңе сақтап алыңдар. Тас жол, асфальт, тас және басқа да қатты төсегіш төселіп жасалған жол. Аспалы жол, жүк және жолаушылар тасымалдауға арналған. Оның вагондары мен вагоншалары бағаналар арқылы тартылған, болат арқан бойымен қозғалады. Бұл көріп отырғандарың Алматы маңындағы Шымбұлақ және Көктөбе аспалы жолдары. Темір жол. Темір жол рельстермен пойыз жүреді. Пойыз жолаушылар мен жүктерді тасымалдайды. Соқпақ жол, адам мал жүріп әбден тапталған жол. Соқпақ жолды жалғыз аяқ жол деп те атайды. Саяхатқа шыққанда соқпақ жолмен жүруге болады. Жиек жол. Жолдың жиегі жағасы. Адамдар жаяу жүретін жол. Жер асты жолы, жаяу жүргіншілер жолы. Сая жол, саябақтағы қала тұрғындарының, қонақтардың демалып серуендейтін жолы. Метро, жер асты жолы, негізінен үлкен қалаларда салынады. Метро жер асты жолымен жүреді. Оның көлікке, жаяуларға кедергісі жоқ. Бірінші тапсырма, жол түрлерін есте сақта. Сен қандай жолдармен жүресің? Қандай жолмен саяхатқа шығуға болады? Суреттегі әрбір жолдың неге арналғанын айтып бер. Екінші тапсырма, жол белгілері не үшін қажет? Бұл белгілер нені білдіреді? Балақайлар, жол белгілері көлік қозғалысын реттейді. Көлік жүргізуші мен жаяу жүргіншіге маңайдағы жол жағдайы жөнінде ақпарат береді. Көше мен жол бойына қойылатын арнайы белгілер. Жол ережелері. Бағдар шам. Қызыл жанса тоқта. Сары жанса сақ бол. Жасыл жанса жүр. Жол белгілері. Басты жол. Кіруге тыйым салынады. Қозғалысқа тыйым салынады. Жаяу жүргіншілерге жүруге болмайды. Аялдауға тыйым салынады. Тұруға тыйым салынады. Жол беріңіз. Тоқта, аялдамасыз қозғалуға тыйым салынады. Жол жұмыстары. Тайғақ жол. Аурухана. Көлік жуу. Телефон. Жанармай бекеті. Дәмхана. Әжетхана. Жаяу жүргіншілер өтпесі. Балалар ескерту белгісі. Жүріс бөлігіне балалар шыға келуі мүмкін. Балалар мекемесіне, мектептерге, лагерлерге жақын жердегі жол учаскесі. Жер асты жаяу өтпесі. Жер үсті жаяу өтпесі. Велосипедпен жүру жолы. Велосипедпен қозғалысқа тыйым салынады. Автобус немесе троллейбустың аялдау орны. Суретке сәйкес жол белгісінің суретін сал. Жиек жол деген не? Балақайлар, бірінші суреттегі балақай жол тәртібін сақтады ма? Екінші суреттегі балақайлар ше? Ойланып сәйкес жол белгісінің суретін салыңдар. Жаяу жүргіншілерге арналған жол қозғалысының 7 ережесі.
Жаяу жүргіншілерге арналған зебра жолағымен ғана жолдан өту керек. Жолдан өту үшін жүргізуші сені байқап тоқтағанына көзіңді жеткіз. Жолға жүгіріп шықпа. Жолға жақындағанда жан-жағыңа қара. Бірінші солға, орта жолға келгенде оңға көз сал. Жол жиегімен емес, тротуармен жүр. Жол бойында немесе тротуарда ойнама. Ата-анаң қасында болмаса, басқа жаяу жүргіншілермен бірге өт. Бағдаршамның жасыл түсіне ғана өту керек. Қызыл түс жанғанда жолды кесіп өтуге болмайды. Тіпті машиналар көрінбесе де. Бағдаршам әдісі арқылы өзіңді өзің бағала. Қызыл түс. Мен тығырыққа тірелдім, ештеңе түсінбей қалдым. Сары түс. Мен түсінемін, бірақ барлығын емес. Жасыл түс. Мен жақсы түсіндім және басқаға да түсіндіре аламын. Балақайлар, бүгін сендер жол түрлерімен, жол белгілерімен, жол жүру ережелерімен таныс болдыңдар. Бүгінгі сабақ қызықты, түсінікті болды деген ойдамын. Айналайын, абайла, жан-жағыңа қарайла, жолда жүру ережесін есте сақта қалайда. Жол ережелерін әрқашан орындап, аман болыңдар. Сабақ аяқталды.